Еліміздің кәсіпкерлер қауымдастығы мемлекет басшысының капиталға рақымшылық жасау туралы шешімін қызу талқылауда. Алматыда өткен кәсіпкерлер палатасының кезекті отырысы осы тақырыпқа арналды. Бас қосуға қатысқан кәсіпкерлердің пікірінше бұл шара Қазақстанға тартылатын инвестиция көлемін еселей түсуге септігін тигізбек. Мысалы, 2001 жылы капиталға жасалған амнистия нәтижесінде көлеңкелі айналымнан елге 368 миллиард теңге қайтарылған. Ал бүгінде мемлекеттік қолдаудың арқасында шағын және орта бизнестің дамылсыз дами түскенін ескерсек, бұл шараның ел экономикасының екпін алуына түрткі болар анық дейді алматылық кәсіпкерлер. Новая легализация Капиталға жасалатын рақымшылық шарасы елге тартылатын инвестициялар көлемін айтарлықтай ұлғайтады. Кезінде көп қаражаттың шетелге асып кетуіне әкімшілік кедергілер мен салық заңнамаларының жетілмегені себеп болды. Осыны ескерген билік енді бұл шараны 3 кезеңге бөліп жүзеге асыруда. Біріншісі мораторий, екіншісі кәсіпкерлікті дамытуға қатысты барлық заңнамаларды ревизиялап жетілдіру және үшіншісі капиталға рақымшылық жасау. Осындай кешенді жұмыстың нәтижесінде 2015 жылға қарай еліміздің бизнес ахуалы айтарлықтай жақсарады деген сенімдеміз.